Үйленбесең тұқымың құриды деген, шынымен енді үйленбесең тұқымың құриды енді. Ал енді үйленсең өзің құрисың деген, негізі ол мағынасы одан тереңірек екен. Үйленгеннен кейін сенің өзіңнің бұрынғы бойдақ кезіңдегі бір істеріңді қоюың керек та уже. Өзіңнің бір жерлеріңді етіңнен ет кескен сияқты бір қиюың керек та уже. Футбол жақсы көресің ба, балық жақсы көресің ба, ертең балық аулауға кетіп қаласың ба, мысалы үйленгеннен кейін ондай бір қызығушылықтарыңды жайлап тастауға тура келеді екен. Әйелің бар, бала шағаң өмірге келіп жатыр, олардың қақысы бар, біреуін детсадқа апаруың керек, біреуін кружокқа апаруың керек деген сияқты өзіңнің қалауларыңды, бұрын өзің тек өзің үшін ғана істеп келген нәрселеріңді бала шағаң үшін жайлап уже қысқарта береді екенсің. Үйленгеннен кейін де сондай болып өмір сүре беремін деген жігіттердің үйінде бір көбіне ыдыс аяқ көп сылдырлайды екен да шынымен. Ол үйлену деген өмірдің бір басқа кезеңі. Сен уже тек өзіңе ғана жауапты емессің. Әйеліңе кемі, әлі жаңа балалы болмасаң кемі әйеліңе жауаптысың уже. Балаң өмірге келсе, оған жауаптысың деген сияқты уже сол жауапкершіліктер мойныңа салына береді екен да. Біз есею дегенде біз кейде ойлаймыз ғой, аттестат алсақ есейдік деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ ол нағыз есейген кез, меніңше, сол жауапкершіліктерді бір реально түсінген кез, нағыз есейген кез екен да.